Міне осындай простой приложение бар. Бұл жерге біз қандай да бір тапсырманы жазамыз мына жерде және бұны сақтаймыз. Сол кезде бізде міне мынадай заданиялар шығады. Осыны біз Flutter'де жазуды қарастырамыз. Басқан кезде жойылады мына жерде, мынаны басқан кезде жойылады, былай жойылады. Сол кезде ештеңе жоқ болатын болса, мына жерде тапсырмалар жоқ деген осындай сөз шығады. Сабақ барысында біз осындай приложение жасап қараймыз. Біз Hello World приложениені ашқан кезде Flutter'де бізге қажет емес элементтер тұрады. Мен оның барлығын кетірдім. Тек қана міне осыларды қалдырамыз. Дәл осылай тұру керек, дәл осылай. Бұл жай ғана алғашқы страница. Және бізде міне окей деген сөз шығып тұр. Біз әрі қарай мына жерге тапсырма ұқсатын батырма жасауымыз керек. Әрі қарай мына жерге сол енгізілген задание тұрады. Одан кейін барып модальный окно ашылады. Ол жерге поле шығаруымыз керек. Соларды қалай істейміз, барлығын қарастырайық. Бірінші бізде мына жерде батырма тұру керек. Ол батырманы қалай қосамыз? Осы scaffold виджетінде бізде floating action button деген бар. Ол осы жердегі батырмаға жауап береді. Floating action button. Және соның ішінде on press деген бар. Бұл on press не үшін керек? Сол батырманы басқан кезде осының ішінде қандай функция бар, сол орындалады. Мысалға окей. Окей деп жазамыз. Және қазір мынаны басатын болсақ, міне бізде консольге окей деген осындай сөз шығады. Қанша рет бассақ, сонша рет шығады. Бұның ішіне бір иконка салып жіберейік. Ол иконканы қосу үшін child деген виджетті қолданамыз. Жалпы кез келген виджетте child деген бар, ол child деген сол виджеттің ішінде не тұрады, соның бәрін білдіреді. Икон деген виджетті қолданамыз, және бізде стандартта иконкалар бар. Міне дәл осындай. Осының ішінен қалағанымызды қойсақ болады. Және соның ішінен add дегенді мен қоямын. Сол кезде Ctrl+-ті басамын, және менде міне осындай шығады. Енді келесі задача мынадай. Бізде осыны басқан кезде модальный окно ашылуы керек. Мынадай немесе диалог дейді. Қалай айтсаңыз да өзіңіз білесіз. Осы диалогты шығару үшін біз не істеуіміз керек? Диалогты шығаратын кодты біз осының ішіне жазамыз. Бұл жерге show диалог деп жазамыз. Яғни о show диалог деген соған жауап береді. Мына контекст, мына контекстке тең. Және буйлдардың ішінде мына жерде қандай да бір параметр тұрады. Мына жерде қандай да бір параметр тұрады. Оны енді жазбас үшін, егер бізге керек емес болса, осылай жаза салуға болады. Міне. Мынаның үстін басу арқылы кез келген методты Ctrl-ды басып тұрасыз, одан кейін мышканың оң жағын басып, бүйтіп көруге болады. Міне мысалға мынау. Мына жерде міне былай көрсетіп тұр. Контекст тұрады, одан кейін барып мына жерде де контекст міне. Енді осының ішіне біз диалог шығаруымыз керек. Ол үшін alert диалог деп жазамыз. Бізде міне дәл осылай. Ctrl+-ті басамыз. Егер мынаны басатын болсақ, міне осылай шығады. Бірақ мына жерде ештеңе шықпайды, себебі alert диалогтың ішіне біз ештеңе жазған жоқпыз. Бұның ішінде content деген бар. Content деген жерге біз тек жазатын болсақ, егер сол кезде міне окей деп шығады. Яғни диалог осылай шығады. Бұл жерге біз текст жазуымыз керек. Текст жазатын поля тұру керек. Текст жазатын поляны біз қалай жазамыз? Ол үшін text field дегенді қолданамыз. Text field деген сол текст жазатын аймақ. Ctrl+. Сол кезде міне дәл осылай бізде ашылады. Мына жерге кез келген текстті жазуға болады. Әр қарай сол текстті жазғаннан кейін оны сақтайтын батырма болу керек. Ол батырма мына жерде шығып тұрады, немесе кез келген жерінде болуы мүмкін. Оны жасаудың жолы мына жерде actions деген бар осындай. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай actions'тың ішінде бұл массив. Бұның ішінде бірнеше виджет болады. Соның ішіне мысалға мен Flutter'де енді батырмалар көп. Сол батырманың ішінде text button дегенді қолданамын. Text button және осылай тексттің ішіне енді бір текст шығарайық. Мысалға сақтау. Окей. Көрейік. Сол кезде міне сақтау дегенді басқан кезде мына on press'тің ішінде не бар? Осы функция орындалады. Яғни мына жерде көріп тұрғанымыздай мына жерде де бар on press'т. Мына жерде де дәл солай.
оқуға ыңғайлы болу үшін әрқайсысына үтір қоямыз. Енді мына жерге үтір қоямыз да Ctrl Alt L да басатын болсақ, автоматически Android Studio'да форматирование жасалады. Енді VS Code қолданатын болсаңыз, мен білмедім ол жерде қалай екені. Енді келесі задача бізде былай. Мынаны басқан кезде біз бұл сақталған информацияларды мына жерге шығаруымыз керек. Мына жерге шығаруға арналған виджет бізде басқаша аталады. Ол үшін біз list view қолданамыз. List view деген виджет. List view дегенді мына body'дің ішіне жазамыз. Мынау көріп тұрғанымыздай, бұл body'дің ішіне кірмейді, ол мына жерде тұрады. Одан кейін up бар, мысалы, ол да body'дің ішіне кірмейді. Body деген мына жерде не бар? Осы 4%-ның ішінде соның бәрі. List view'дің енді көптеген түрлері бар, бірнеше түрі бар, көп емес. Енді соның ішіне builder дегенді қолданамыз. Бізге керегі осы. Separated деген бұл басқа ситуацияға арналған. Және бұның ішінде бір параметр бар, бұл context, одан кейін барып index. Және мына жерден бізге текст шығару керек, сондықтан текст деген виджет шақырамыз. Мына жерге мысалға task деп жазайық, сол кезде бізде былай шығады. Мына жерде бесконечный түрде шығады осындай список. Бізге ондай керек емес әрине. Сондықтан ограничение қояйық. Item count деген бар. Мысалға 10 деп жазатын болсақ, бізге тек қана 10-ын шығарып береді. Міне осылай. Мына жерде мынау жай ғана контекст. Мына жерде міне көруге болады қосымша параметрлерін осылай өтіп. Және мына жерде мынау индекс. Егер біз мынаға мысалға осы индекс арқылы біз массивте барлық заданияларды сақтаймыз, сол заданиялардың әрқайсысына осы индекс бойынша біз доступ аламыз. Қазір мысалға көретін болсақ, плюс қояйық, index to string дейміз. Мынаның өзін жаза алмаймыз, себебі мына жерде мынау текст түрінде, мынау неміз жағы сан түрінде. Сол кезде көріп тұрғанымызда мынау 0-ші индекс, 1-ші, 2-ші, 3-ші 10-ға дейін барады. Мынау 9 деп тұр, себебі индекс 0-ден басталады. Жалпы кез келген программалау тілінде мен көрген индекс 0-ден басталады массивте. Енді бізде мына жердегі заданияларды бір жерде сақтауымыз керек. Оны сақтаудың енді біраз жолдары бар. Оны бэкэндте сақтауға болады. Жаңағы локальный хранилищелер бар, Hive, жаңағы Object Box дейді, одан кейін SQLite, Shared Preferences, қысқасы варианттар бар. Біз енді жаңадан бастаушыларға болғандықтан бұл жай ғана массивте сақтаймыз. Мына жерге жазайық. List string tasks. Бұл пустой массив. Бұның ішіне біз заданияларды сақтаймыз. Егер біз мынаған сақтайтын болсақ, яғни мына жердегі затты информациялардың бәрі бізде оперативкеде сақталады деген сөз. Мына приложениені жауып қайттан ашқан кезде оның бәрі жоқ болып кетеді. Тек қана үйрену үшін осылай жарайды. Бізде бүкіл задание осының ішінде тұрады. Енді біз осыны былай істейік. Мына task'ты аламыз да, мына жерге барамыз. Lens. Мына жердегі жеке заданияларды мысалға айталық, мынаның ішінде бір элемент болатын болса, онда мынау lens деген 1-ге тең, 2, 3, 4, 5 деп кете береді. Общий количествосы түсінікті. Енді әр қайсысына мына жердегі элементке осы индекс бойынша біз доступ аламыз. Мысалға мынаның ішіне біз жазайық. Мына жерге 1, 2, 3, 4 деп жаза алмаймыз. Тек қана себебі мына жерге біз string деп жаздық. Мына жерге мысалға жазайық. Сатып алу. Сақтау. Бізде екі задания тұр, бірақ почему-то мына жерде көріп тұрғанымызда екеу емес, екеу шығып тұр, бірақ бізге мыналарды шығарып тұрған жоқ. Оны шығару үшін біз не істейміз? Жай ғана мына массивке обращение жасаймыз. Және мына индексті жазамыз. Сол кезде былай болады. Сол кезде міне сатып алу, сақтау деген сөздерді мына жерде міне шығарып тұр. Мына жерде
әрқайсысына жеке осылай қосамыз. Егер мына жерде 10 элемент болатын болса, мынау 10 рет орындалады деген сөз. Сол кезде мына жерде міне 10 шығады. Тағы біреуін қосатын болсақ, егер мына жерге қандай да бір осындай заданияны қайтадан іске қосып жіберейік. Сол кезде міне үшінші тапсырма қояды. Яғни бізде информацияның бәрі осы массивтің ішінде тұрады. Енді біз былай істеуіміз керек. Мына жерде сақтау дегенді басқан кезде мына жерге жазылған информацияны мына жерге сақтауымыз керек. Осы жерге сақталғаннан кейін ол мына жаққа шығады, мына жер арқылы. Енді оны сақтау үшін біз не істеуіміз керек? Мына жерде қандай да бір мәнді жазған кезде біз бұны алуымыз керек. Оны қалай аламыз? Ол үшін мына жерде on changed деген функция бар. Мына жерге не енгізілді, соның бәрі осы жерге тұрады. On changed деген қазір көрсетейін. Мына жерде бір не өзгерсе де on changed қайта шақырылады. Ол үшін былай, яғни былай. D деп жаздым мысалға, U, мына жерде G, немесе P. Әр басқан сайын мынау шақырылады деген сөз. Мына жерде жазылған. Мына жерге біз прямой доступ ала алмаймыз. Әрине жаңағы текст контроллер бар. Менің ойымша ол слишком түсініксіз болып кетуі мүмкін. Сондықтан біз қарапайым жолын алайық. Мына жердегі өзгерістерді біз тағы бір айнымалыға сақтауымыз керек. Ол үшін біз string деп ашамыз. Және passset немесе task. Кез келген атауды жазсаңыз болады. Мына жерде пока что пустой қалдырайық. Және passset task тең болады v. V деген мына жерде не жаздық, сол мына v-ға тең. Енді сақтау дегенді басқан кезде біз былай істейміз. Tasks, add және passset task. Енді былай істейміз. Егер біз мынаны шақыратын болсақ, мына жерге бірдеңені жазамыз, біз жазылған информация мынаның ішіне сақталады. Мынаны басқан жағдайда мына функция орындалады да, мына жерге жазылған информацияны мына tasks дегеннің ішіне массивке сақтайды. Сақтау дегенді басатын болсақ, бізде ештеңе өзгермейді. Себебі мынау сақталып тұрғанымен біз стейтті өзгертуіміз керек. Яғни бетке мына жерге перезапуск жасайды. Ол үшін біз мына жерге set state деп жазамыз. Окей, міне сондай жағдайда шығып тұр, көріп тұрғанымыздай. Мына жерге сақталғанымен, мына жерге перезагрузка түсінікті болу үшін перезагрузка болмағандықтан мына жерге ол шықпай тұр. Қайттан жазайық, dd сақтау. Сол кезде көріп тұрғанымыздай міне шығады. Міне осылай шыға береді. Мынаны басқан кезде енді бұл жабылу керек. Оны жабу үшін жай ғана мына жерге жазайық. В общем, мына onPress-тің ішіне жазылса болды. Навигатор және navigator.pop және одан кейін барып контекст деп жазамыз. Сол кезде мына жерде жазғаннан кейін сақтауды басқан кезде ол автомат түрде міне жабылып кетеді. Біздің сақтағандарымыз мына жерде тұр, міне дәл осылай. Қысқасы біздің приложениенің логикасы осылай. Енді мынаның үстін басқан кезде бұл жойылып кетуі керек. Оны жою үшін біз не істесек болады? Біз мынаны көріп тұрғанымыздай, мынау батырма болғандықтан бұның onPressed деген функциясы бар. Функция бар onPressed деген. Бірақ мына текстте ондай жоқ. Сондықтан бұған бір күшті виджет бар. Gesture Detector деген. Gesture Detector деген өте қызық зат. Мына жерге біз on деп жазатын болсақ, үстінен басқан кезде немесе үстінен 2 рет басқан кезде әртүрлі сондай қандай да бір функцияларды орындатуға болады. Мына жерде міне сондай өте қызық. Немесе мына жерде міне үстінен ұзақ басып тұрса, немесе сол сияқты мына жерде өте қызық сондай функциялары бар. Соның бәрімен ойнап көрсеңіз болады. Немесе үстінен басып тұр бір жерге апарса деген секілді сондай дүниелер бар. Бізге тек керегі on tap деген. Егер мынаның үстінен басатын болса, біз мына жақтан оны жойып жіберуіміз керек. Ол үшін не істейміз? Tasks аламыз. Remove add дегенді басамыз және осы remove add индекске тең.
бұл деген не деген сөз? Егер мен мынаны басатын болсам, демек мына функция орындалады. Tasks-қа барады да remove at деген индексі бойынша жояды. Яғни мынаның индексі 3-ке тең бар ма? 3-ке тең бола ма? Мына жерден бірінші, екінші, үшінші дейді де, 0-ші, бірінші, екінші, үшінші дейді де, үшінші қайсысы соны жойып жібереді. Бізге енді мыналар керек емес, бұны жойып тастайық, Ctrl+S. Немесе перезапуск жасайық, полностью. Мына жерде дым жоқ міне. Бірдеңелері сақтайық. DDD дегенді жойып жіберейік. Бұл жойылған жоқ, себебі біз set state дегенге жазған жоқпыз. Негізі ол жойылды, бірақ өзгерістерді біз көрмей тұрмыз. Көру үшін set state дегенді шақырамыз. Ол мына жерге build-тың ішіне полный перезапуск жасайды. Бірақ ол тез болатындықтан біздің көзіміз оны байқамайды. Ұзақ болатын болса, әрине байқауы мүмкін. Басамыз, міне жойылды, басамыз, жойылды. Ал енді мына жерде көріп тұрғанымыздай бізде мынау өте кішкентай текстің көлемі. Жалпы приложениенің логикасы осындай. Қазір енді мына жерде ешқандай задание жоқ болатын болса, мына жерге задание жоқ деген текстті шығарамыз. Оны шығармас бұрын біз былай істеп қарайық. Мына текстің көлемін үлкейтейік. Ол үшін біз не істесек болады? Мына жерге style деп жазамыз, яғни текстің стилі, text style және font size 20. Сол кезде міне үлкейеді. Жаңа біз бірінші версиясында мына жерде сан болған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген. Соны қалай шығарса болады? Ол деген жай ғана индекс. Мына жерге индексті қосамыз. Мынау текст түрінде болу керек, сондықтан мына индекс сан. Оны stringке айналдыруымыз керек, яғни текстке, сондықтан toString деп жазамыз. Плюс. Сондай жағдайда бізде осылай шығады. Бірақ бізге біріншіден ортасын ашуымыз керек, екіншіден 0 емес, ол 1-ден басталу керек. Ол үшін біз не істесек болады? Жай ғана мынаны жақшыға аламыз, индекс қосылған 1. Одан кейін toString, ал мына жерге тағы да қоямыз да. Ортасына осылай пробел тастаймыз. Окей. Міне бірінші. Немесе сызықша. Міне дәл осылай шығады. Екінші, үшінші, төртінші, осылай міне кете береді. Егер басатын болсақ, міне осылай өзгерістер енеді. Міне осылай. Енді ешқандай тапсырма жоқ болатын болса, ешқандай тапсырма жоқ деген текстті қалай шығарамыз? Ол үшін біз алдын ала тексеруіміз керек. Ол яғни if арқылы, ол үшін біз былай істейік. Мынаны мен қазір уақытша ала тұрамын, Ctrl+X алып, біз builder деген виджетті қолданамыз. Енді оны тексерудің бірнеше жолы бар. Бірінші жолы жай ғана тернарный оператор қолдана салу. Бірақ бұл қатты бір удобный оқылмайды, сондықтан қазір біз if-ті да қолданып мен көрсетемін. Бірінші біз былай істейміз. Бірақ бұл қысқашалау жолы өте. Мына жерге жазамыз tasks. Егер isEmpty болатын болса, онда text тапсырма жоқ. Біз бұлай тексереміз. Бірінші tasks деген тексереміз. Егер пустой болатын болса іші, онда біз мынаны шығарамыз. Ал егер пустой болмайтын болса, әрі қарай міне осылай орындалады. Ctrl+S басамыз, тапсырма жоқ. Енді тапсырма қосатын болсақ, бізде қалай болады? Қосқан жағдайда міне осылай болады. Көріп тұрғанымыздай, бізде осылай әдемі көрінеді. Егер бәрін жоятын болсақ, онда тапсырма жоқ деген мына жерде міне шығады. Енді оны мына жерге шығару жағын қазір көрсетемін. Ол үшін бірақ біз қазір бұлай емес, басқа if қолданайық. Ол үшін біз не істейміз? Мынаны алайын, мынаны жойып жіберемін. Ол үшін біз builder деген виджетті қолданамыз. Мына жерде builder болады және context. Енді мына жерге біз былай істесек болады. If деп жазайық. Егер tasks is not empty деген бар. Is not empty. Егер пустой болмаса, немесе бүйтейік. Пустой болса дейік. Пустой болса, осылай. Пустой болса, осы текст шығарады. Ал егер пустой болмаса,
жай ғана осылай жазамыз. Мына жерге else, if, else деген керек емес. Қысқасы қайсы қысқа код бар, қайсы if-тің ішіне соны жазсақ болады. Мынаның ішіне is not empty жазып, мынаны жазсақ та болады. Бірақ енді ұзақ кодты мына if-тің ішіне жазып керек емес, оны оқу қиындау. Сондықтан мынаны басына қоямыз. Сол кезде мына код орындалған кезде қарайды. Так, егер пустой ма, окей, мынаны орындалады. И әрі қарай мынау орындалмайды деген сөз. Орындалмайды деген сөз, яғни. Так, тапсырма жоқ. Сондай жағдайда осылай шығады. Енді ортаңғы бөлікке шығару үшін не істейміз? Alt Enter'ды басамыз. Сол кезде менде центр деген виджет бар, міне, немесе қолмен жаза салуға болады. Міне, осылай ортаңғы бөлікте тұрады. Міне осылай, дәл осылай орындалады. Енді жаңағы ыңғайлы болатын болса, соны қолдануға болады, бірақ енді оны оқу қиындау, әрине салыстырмалы түрде көзге, сондықтан мен осындай жазып көрсетіп жатырмын. Қосымша мына жерге басқа да условиялар жазуға болады. Мысалға if tasks-тың саны, мысалға 10-нан көп болып кететін болса, онда басқа бірдеңе шығару деген секілді әртүрлі бір сообщение шығару немесе бір ескерту шығару ма, сондай условияларды көруге болады. Және бір тағы да айта кететін жайт, мына кодтардың бәрі бұл жай ғана осы сабақ үшін жазылған. Ал енді реальный production приложениеде біз мынандай қылып негізі жазбаймыз вообще. Бұл жерде логикалардың бәрі мысалға басқа жерде сақталады, мыналардың бәрін виджеттерді басқа жерде сақтаймыз, мынандай state басқару үшін блок немесе провайдер деген сияқты нормальный дүниелер қолданады. Ал мына set state қолдану бұл жақсы идея емес везде. Себебі бұл әр set state шақырған сайын мына жерге build-тың ішінде короче не бар, соның бәріне перерисовка жасалады. Бұл телефон болатын, телефонда іске қосылатын болса приложение, бұл телефонға қосымша нагрузка болады. Әрине мына жерде көп зат болмаса бұл фигня дегенмен, сонда да соны біліп жүргеніңіз абзал. Ал енді бұл жерде тағы айтатын не бар? Мына жерде көріп тұрғанымызда ескерту шығарып тұр. Бұл ескерту не үшін шығарады? Біздің приложениеміз енді осылай дайын. Енді кішкене өзгерістер енгізейік. Мына жерге, короче, Alt Enter'ды басатын болсақ, const дегенді қос деп тұр. Бұл const не үшін керек? Const деген статически осындай өзгермейтін элементтерге қосуға болады. Егер біз const'ты қосатын болсақ, мына жерге set state шақырған кезде перерисовка жасалады мына жерге. Сол кезде const болатын болса, мынаған перерисовка жасалмайды. Яғни мына бұрынғы қалпында тұрады. Яғни сондай жағдайда қатты бір нагрузка түсірмейді. Сондықтан мына константаны мүмкін болған барлық жерде қолданыңыз. Мысалға бізге айтып тұр, идея бұрын айтпайтын еді, қазір айтатын болған. Мына жерге қолдануға болады, мысалға мына жерге қолдануға болады. Мына жерге де қолдануға болатын еді, бірақ мына жерде бізде динамически өзгеретін значение тұрады. Мынау бірінші рет орындалған кезде басқаша болады, келесі тағы бір рет орындалған кезде ол да басқаша болады. Сондықтан мына жерге біз const деп жаза алмаймыз. Константа ол тұрақты, қандай да бір сан болу керек мүмкін, қандай да бір значение, қандай да бір виджет болуы мүмкін. Қысқасы солай. Мына жерге де міне қоюға болады. Және мынаған final деп жазуға болады деп тұр. Final деп жазайық. Себебі мынаған біз переопределение жасамаймыз еш жерде, тек қана данныйларды қосумен ғана айналысамыз. Мынаған final деп жаза алмаймыз, себебі біз мына жерде міне басқа значение қоямыз оған.